Сәлеметсіз бе? Автокөлік денсаулығын күту арнасына қош келдіңіз. Бүгін біз міне Чан'an Unikey деген көлікті қарастырып жүреміз. Бағалары 17.490.000 басталып, тікелей 20 миллионға дейін жетеді. 10 мың жетпейді 20 миллионға. Яғни үлкен көлік 2,8 метр. Дөңгелектердің ара қашықтығы, салмағы да кішкентай емес, 2 тонна. Қозғалтқышы 4 цилиндрлық 2 литрлік көлеммен Айсен дейді мәссаған қорабы 8 берілісті. Алдыңғы аспа, алдыңғы дейді, яғни алдыңғы дөңгелектері айландырады, тартады. Қалғандары 18 миллионнан басталып, толық 4 дөңгелек тартады. Аралас циклы отын шығыны 8,5 мен 9 литр. Ішінде тұрған нәрселер бәрі бар, былайша айтқанда. Мына тамбаны көрдіңіз ғой? Кім біледі, бұл Чан'anның белгісі, бірақта қазақтың қай елінің тамбасына ұқсайды. Соны кім біледі тарихтан? Пікірлеріңізді астыға жазыңыз. Мынаның ішінде немене ғой деймін? Дистрониктің радары бар. Немесе мұнда? Мұнда ғой деймін. Білмедім, айта алмадым. Парктроник датчиктері. Мұнда бұл жақсы, яғни төмен түсіп тұр, бамперіңізді соға алмайсыздар. Негізде маған ұнайтыны мына жерде болса ғой, себебі мына менде перуге болады.
Есік толығымен табалдырықты жауып тастайды. Мынау сонда keyless go, яғни кілтіңіз қалтада тұрады. Мынауын басасыз, сосын көлік өзі, мынау өзі шығады. Ішінде электр қозғалтқышы бар, кішкентай дізік деп шығады. Қазір енді кілтіміз жоқ, сондықтан кілт жоқ болған кезде бұлай ашуға болады. Сосын бұлай тартамыз, ақырындап міне ашылды. Мынау егерде аккумулятор отырып қалса, онда осыны тартып тұрып, кілт сұғып, механикалық түрде ашуға болады. Ыңғайсыз бірақ. Міне айтқаным көрдіңіз ғой. Табалдырық жабылып қалады. Өте ыңғайлы, яғни балақтарыңыз таза болып тұрады. Несі ұнамайды? Жаңағына байқпадым. Мынау сіздер көрмейді шығар. Міне. Мынау өте мата секілді подкрылкасы. Мата секілді. Қысқы уақыттарда мынау қар осыған жабысып, суланып, сосын мынау толығымен су болып, құлап қалуы мүмкін. Менің ойымша бұл дұрыс емес. Қазір бірақ көліктерінде, көпшілік көліктерде осы қолданады. Lexus'та осыны қолданады. Білмедім. Дұрыс емес деп ойлаймын. Мынаның үстіне бірдеңке жаққан дұрыс. Дермантиннің сапасы жақсы. Есік ашқышы суық болып көрінеді. Енді әрине бұл алюминий емес, бірақ та пластик алюминиймен қапталған. Яғни міне көрініп тұр. Үстіңгі жағы алюминиймен қапталған, бірақ та негізінде пластик. Мәссаған. Қараңыздар. Бұл көлік расында да премиум. Себебі тек қана BMW көліктерінде осындай полда тұрған газ педалі болады. Бұл өте ыңғайлы аяқ салуға. Кәне астық қарап шығайық. Бәрі сапалы, бұл әне ақ, бұл дыбыс матасы. Сонда бұл көлік тыныш болады. Яғни мына жерде қолданады, есіктердің ішінде де қолданады шығар деп үміттенемін. Я мынау ешқандай былғары емес. 20 миллион тұрса да ешқандай былғары емес. Бұл өте сапалы дермантин. Тесттері бар, яғни бұл орындықта желдету жүйесі бар. Некеңіз артқы орындықтары. Меніңше бұл Lexus RX пен салғастыруға болады. Орын өте көп. Қараңыздар. Өте көп. Несі ұнайды, бұл жанұяға өте жақсы. Қараңыздар. Мүлдем ешқандай тоннель жоқ. Автобус секілді. Автобустағыдай. Балалар ойнап жүреді. Футбол ойнайды ішінде. Şevkim şay var
құлайтын пештеріңде қайран анам малынып қара терге таңертең түс құятын кештеріңде қайран анам малынып қара терге таңертең түс құятын кештеріңде қойдың қиын отыны құрғақталған қара мұржам түтіні будақталған таң бозынан тұратын қайран анам бір шәугім шай құятын қаймақталған таң бозынан тұратын қайран анам бір шәугім шай құятын қаймақталған кезектерім келуші қыраттардан су әкеліп құятын бұлақтардан қара шәугім қалдың ау қара құстан қанат қағып өзіңнен жырақтаған қара шәугім қалдың ау қара құстан қанат қағып өзіңнен жырақтаған бір шәугім шай ішейік сырақтарым анамызды ешқашан жылатпайық келіп кетіп тұрайық сағынышпен айлар емес ара күндер апталық қара мешін құт болып тұра берсін қанған тері анамның құлатпайық қанған тері міне қозғалғыш анамның құлатпайық міне аккумулятор жоқ аккумуляторын алып кетіпті қазір көліктер талай қуатты жеп қояды жай тұрғанның өзінде қазір не сіздерге айтарым байқаңыздар екеу бар артық сұйық бачоктары екеу неге міне мынау 665 килопаскальға арналған ал мынау 145 килопаскальға қысымға арналған яғни бұл қозғалтқыштың артық сұйық бачогы ал мынау турбо үдеткіштің арнайы сұйығының бачогы мынау міне ТМВД яғни форсункалары тікелей цилиндрға апарады жанармайда мынау міне интеркулердің мынау суыту сұйығының артық бачогы блок цилиндрі шойыннан жасалған сонда турбо өртеткіші міне Westgate клапанмен тұр міне. Бұл бейне сіздерге
ұнаса бейнеге лайк қойыңыздар, арнаға жазылыңыздар. Жаратқан ие сіздерге риза болсын. Әр күндеріңіз керемет өтсін.